Я, короче, за ВДВ бью. За ВДВ! Нағыз менің бұрынғы әйелім ғой. Не үшін ажырасып кеткенін енді түсінген шығарсыздар. Бұл әдісті негізі мен үйреткем, бірақ сол ісіме әлі өкінемін. Қазір бір минут. За ВДВ! Баклашка болмайды екен. За ВДВ! За ВДВ! Чувашию сила! Слава ВДВ! Давай, дальше снимай! За ВДВ! За ВДВ! Мен таныңыздар ма, жаңағы бөтелкені сындыра алмай қалған мен ғой. Жарайды, бағдарламаны ары қарай бастайық. Армысыздар, бұл әдеттегідей бірге күлейік бағдарламасы. Солтүстік Қазақстанда адам ұрлайтын бұғы пайда болыпты. Қазіргі жануарлар не болып бара жатыр? Ұяттан жұрдай болды. Мен түсінбедім, темекі қайдан шықты? Қайталап қойыңызшы. Жоқ, темекінің қайдан шыққанын көрдік. Оны кім шегіп жатыр? Чё там, брат? Чё там? Чё там, брат? Чё там? Чо там болғанда былай болып тұр ғой. Үйде соғыс көрген мысығым бар еді. Сол қанды ішіп қойды. Тышқан ұстаудың орнына терезенің алдына отырып алып, біреулермен атысады. Кеше көлікпен кетіп бара жатып қыздармен танысқам ғой. 2 сағаттан кейін полицияның алдынан бірақ шықтым. Телефон сұрағам негізі. Телефон срочно, телефон. Телефон верси. Дай мне. В смысле, сотку, да? Да, дай номер. Дай сотку. Сотку, да? А? Запиши, да, номер? Все, давай. Қара. Негізі соткасын емес, телефон номерін сұрағам. Қыздар танысайықшы, қатты жалғыз сұрап жүрім. Тебе грустно и одиноко? Звони! Сақтай көр, таныспай қойықшы қандас, саған звондағанша полиция бөлімшесінде 2 сағаттан көп отыра берген жақсы ғой. Әлі қорқып тұрмын. Құрметті көрермендер, ертең дәл осы жерде, дәл осы уақытта кездескенше сау болыңыздар. Сен ана түрін көрдің бе, қорқынышты ғой?